Бұл жерде негізгі проблема болып тұрған Нұрлыбек Машбекович, алған өнімдерді бізде сақтау қоймаларының талапқа сәйкес келмеуі. Ең үлкен мәселе осы жерде болып тұр. Енді былтырғы жылдармен салыстыратын болсақ, бұрын жаңа айтып отқан утилизация 25-30%-ға дейін утилизация жасалып келген. Биыл өткен жыл алған өнімнің 9%-ы утилизацияға кетіп тұр. Бұл жерде бірден бір себеп, өткен жылмен салыстырғанда біз өнімді почти 3 есеге биыл көп алдық. Біріншіден, ол орталықта бізге берілген нұсқамалықтарға сәйкес 4 айдың 30% қажеттілігін қамтамасыз ету жөнінде объемды бізге белгіленген. Біз алған объемды негізінен январдан бастап интервенция жүргізілді, жаңағы основной 38 дүкенмен ірі сауда үйлері арқылы. Бұл жерде ірі сауда үйлерінде жаңағы 38 әлеуметтік дүкендерде өздерінде сортировка болғанда халық барып ішінен таңдап алады, қалғанын сол жерде тастап кетеді. Осыған орай біз амал жоқ СПК-ға сол өнімдерді қайтып алуға мәжбүр болдық. Основной бұзылып тұр деп тұрған өнімдеріміз содан қалып қойған өнім. Негізінен осы қысқаша айтатын болсақ. Талғат Тұрсынов, біріншіден өткен жылы бұдан да көп шығын болған, болмаса жаңағы 21 жылы, 23 жылы 30%-ға дейін шығын болған. Біз қазір 9%-ға дейін азайттық деп өз-өзімізді жұбатудың қажет жоқ қой. Біз өткен жылдардың жақсы жағын алайық та, жаман жағын өз-өзімізге оны үлгі қылмай қояйық та. Сонда бұрын 30% жарамсыз болып қалса, қазір біз соны 9-ға дейін түсірдік деп апарып жаңағы елдің ызасын келтіріп қоқысқа барып тастауымыз керек болған.